Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше көріністегі дәмі тіл үйіретін, столымыздың сәнін келтіретін шоколадты женттердің жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жентті тарының талқанынан әзірлейміз. Бізге қажетті заттарымыз көрсетілген. Ең алдымен сары майымызды ерітіп, бетіндегі көпірігін міндетті түрде алып тастаймыз. Қанша граммнан қосатынымыз описание бөлімде жазулы тұр. Бір стакан ыстық суымызға шоколадтарымызды салып, ерітуге қоямыз. Ыдысымызға талқанымызды салып, ерітіп алған сары майымызды, сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап қасығымен араластырып алдым. Талқанымыз біріккен кезде дайын деген сөз. Бір қасық шекер салдым. Жақсылап араластырдым. Талқанымызды бірігіп тұр. Талқанымыз дайын. Енді силиконды формаларымызға арнайы ерітіп алған шоколадтарымызды құйып шығамыз. Барлығын құйып шығып, талқандарымызды салып шығамыз үстіне. Тегістеп шығамыз. Видеода көргендеріңіздегідей формамызға барлығына шоколадымызды құйып, талқанымызды салып шығамыз. Осымен дайын. Жарты сағатқа морозилькаға қойып аламыз. Егер сіздерде силиконды форма болмаса, қолымызбен формаларға келтіреміз. Барлығын формаларымызға келтіріп алдым. Енді үстіне шоколад жақсаңыздар әдемі көрінеді. Барлығын жағып алдым. Енді алдын ала қатырылған женттерімізді морозилькадан алып, формамыздан абайлап шығарамыз. Үстіне тағы да шоколадтармен әрлесеңіздер өте әдемі көрінеді. Осымен шоколадты женттеріміздің барлығы дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.